Сәлеметсіз. Бүгін баклажаннан кәріс салатын жасаймын. Керекті заттар: сұйық май 180 мл, баклажанды турап 2 ас қасық тұз сеуіп бастырып қойдым. Осылай тұзы шықты. Пиязды турап алдым, бір бас үлкен пиязды. Болг.бұрышын ұзыншақ қып турап алдым. Енді үлкен сковородкаға 180-200 мл сұйық майымды құямын. Сұйық май қызу керек. Қызғаннан кейін бір бас пиязымды салып қуырамын. Пиязды сарғайғанша қуырамын. Пияз сарғайғаннан кейін ұзыншақтап туралған болг.бұрышын салып, оны да жақсы қуырып аламыз. 5 минут қуырамын.